Ыбырай Алтынсарин қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері. Ыбырай Алтынсарин қазақтың ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырды. Ол 1841 жылы 20 қазанда бұрынғы Торғай облысының Арқарағай болысында дүниеге келген. 1846 жылы 5 наурызда Балғожа би Орынбор шекара комиссиясының төрағасы генерал-губернатор Ладыженскийге немересі 5 жасар Ыбырайды мектепке қабылдауды сұрап арыз береді. 1850 жылдың 23 тамызында Орынбор қаласындағы қазақ балаларына арналып ашылған 7 жылдық мектепке Ыбырай 30 баланың бірі болып қабылданады. 1857 жылы 16 жасында оқу бітірген Ыбырай ауылына келіп, 2 жыл атасы Балғожаның қарамағында тілмаштық қызмет атқарады. 1859 жылы 1 тамызда Орынбор облыстық басқармасында кіші тілмаш қызметінде болады. 1860 жылы облыстық басқарма Орынбор бекінісінде қазіргі Жангелдин ауданында қазақ балаларын оқытатын бастауыш мектеп ашуды жүктейді, әрі өзі сол мектепте орыс тілінен сабақ беретін мұғалім болып тағайындалады. 1864 жылдың 8 қаңтарында Торғай қаласында қазақ балаларына арналған бастауыш мектеп ашылды. 1868 жылы Ыбырай Алтынсарин Торғай уездік сотының уақытша қызметін атқарды. Ол сот бола жүріп, қорғансыз қарапайым қазаққа қорған бола білді. Қолынан келгенше көмек жасады. Шовинистердің жөнсіз әрекетіне жол бермеді. 1879 жылы 22 тамызда Торғай облысы бойынша орыс қазақ училищелерінің инспекторы қызметін атқарушы болып тағайындалды. Ыбырай бұл қызметке 9 жылдан кейін, яғни 1888 жылдың 28 қазанда ресми түрде бекітіледі. 1880 жылы Ыбырай Алтынсариннің идеясымен Орынбор, Торғай қалаларында ер балаларға арналған ағаш ұсталығын, ал қыз балаларға киім тігу үлгілерін үйрететін қолөнер және ауыл шаруашылық мектептері ашылды. 1884 жылы Қазан қаласында Шариат ул-Ислам деген кітапшасы араб графикасымен басылып шықты. Онда Құран сөзін қазақшалап түсіндіре алмайтын дүмше молдалардың сауатсыздығы қатты сыналды. 1889 жылдың 17 шілдесінде Қостанай қаласынан 3 шақырым жердегі Тобыл өзенінің бойында инспектор көлінің жағасындағы өз үйінде 48 жасында қайтыс болады. Дала уәлаяты газетінің 1889 жылдың нөмір 3 санында Минақиб Ибрахим Алтынсарин деген некролог жарияланды. Ол өте инабатты, зейінді, зерек, қазақ арасында Европаның білім ғылымын шашқан, ақылды, білімді адам болған деген жоғары баға берілді.